Қайырлы күн достар, сіздермен Айнамгүл. Бүгін біз осындай муссовый торт пісіретін боламыз. Өте дәмді, менімен бірге пісірсеңіздер болады. Бірінші жұмыртқаға шекерді салып, миксердің көмегімен араластырамыз. Ақ бұйышный болғанға дейін араластырамыз. Одан кейін сүт, сұйық май құйып, тағы да араластырамыз. Оны разрыхлитель какао үшін біріктіріп, сито арқылы өткіземіз. Міндетті түрде осылай өткізіңіздер, себебі какаудың разрыхлительдің түйіршіктері болуы мүмкін. Миксерлейміз. Формаға құямыз. Форма менде диаметрі 20 см. 180 градуста 20 минутта пісіріп аламыз. Пісті. Енді начинкасын дайындау үшін шекер мен сүтті ысытамыз. Қайнатпаймыз достар, ысытып аламыз. Оны шоколадтың үстіне құямын. Шоколадты ерітеміз. Ешқандай түйіршік қалмау үшін мен блендердің көмегімен езіп алдым. Одан кейін желатинді суға салып, араластырып, ісінуге қойып қоямыз. 10 минутқа қоямыз. Оған дейін біз творожный сырды саламыз. Творожный сыр бөлме температурасында болған жақсы. Творожный сыр кез келген креметті, милетті алсаңыз болады. Желатин ісінгеннен кейін микроволновкада немесе водяной баняда ерітіп аламыз. Барлығын бірде араластырамыз. Ең соңында салқын сливки, тоңазытқыштан салқын болу керек. Соны миксерлейміз. Қоюланғаннан кейін начинкамызға құямыз. Араластырамыз. Начинкамыз дайын. Осыны форманың үстіне құямын. Мен форманы шешкен жоқпын. Қалай шықты, соны суыттым да, соның үстіне құйдым. Тоңазытқышқа 1 сағатқа қатырып аласыздар. Дайын болды. Фольгаларын барлығын шешіп, пышақтың көмегімен айналдырып кесіп аласыз. Дайын болды. Видеоны ұнаса лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар достар. Өте оңай, жасап көріңіздер. Дәмі мороженныйдікіндей болып тұрады. Жасап жатсаңыздар ас болсын.